Баршаларыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен түрк елінің тәттісі баклава дайындайтын боламыз. Баклаваларымыз өте әдемі әрі дәмді болып шығады. Алдымен 1 стакан ыстық сүтімізді ыдысымызға құйып аламыз. Яғни қамыр илейтін ыдысымызға құямыз. Содан соң жарты стакан сұйық майымызды құямыз. Үстінен шым-шым тұз салатын боламыз. Және де 2 жұмыртқа пайдаланамыз. Бірақ екінші жұмыртқаның тек қана сарыуызын, яғни жылтоғын ғана саламыз. Жұмыртқаның ағын начинкасына қосатын боламыз. Оны бір шетке алып қойсақ болады. Менде 6% сірке суы. Ол сірке судан бір ас қасық қосамыз. Егерде сірке суыңыздың пайызы үлкен болатын болса, сіз су араластырып жіберсеңіз болады. Содан соң 4 стакан ұнымызды бір стаканнан сала отырып, яғни 53-тен өткізе отырып, жұмсақ, кішкене қолға жабысатындай қамыр илейтін боламыз. Кез келген қамырды дайындарда міндетті түрде ұнымызды електен өткізгеніміз жөн. Яғни ұнда дұрыс кислород айналуы қажет. Сонда біздің дайындайтын затымыз әрдайым әдемі және жақсы көтерілетін болады. Дайын болған қамырымызды 5, не болмаса 6 бөлікке бөліп, тәрелкеге салып, үстін пакетпен жауып қоямыз. Және де 1 сағатқа бөлме температурасында тындыруға қоятын боламыз. Қамырымыз тыңғанға дейін 150 грамм сары майымызды газге қойып, ертіп аламыз. Араластырып тұрғаныңыз жөн. Дайын болған сары майымыздың үстіне 150 грамм сұйық май қосып, тағы да араластырып, шетке алып қоямыз. Сиропты дайындаған жерім видеоға түспей қалыпты. Бізге сиропқа 3 стакан қант және де 3 стакан су, жарты лимон қажет болады. Қайнап шыққаннан кейін 20 минутқа тағы да қайнатамыз. Ал енді начинкасын дайындауға кірісеміз. Бізге 300 грамм грек жаңғағы және де жаңа алып қойған жұмыртқамыздың сарысы қажет болады. Грек жаңғағын блендермен не болмаса оқтаудың көмегімен майдаласаңыз болады. Араластырып аламыз, екеуі бірігуі керек. Бізде ақуыз массаны шашылып кетпеуге көмектеседі. Дәмі ешқандай да білінбейді. Ал енді дайын қамырымызды жаюға кірісеміз. Қамырымызды ұнмен жаймаймыз. Бізге жүгері крахмалы қажет болады. Егер таба алсаңыз, бидай крахмалын қолдансаңыз, қамырыңыз одан да күшті, яғни әдемі жайылатын болады. Крахмалды көп сеппейміз. Керегінше пайдаланамыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай осылай қамырды жинаймыз. Екі шетін ашып қоямыз.
Қамырымыз бізде қағаз секілді столдың асты көрініп тұруы қажет. Начинкамызды салып, екі жағынан осылай жауып, біріккен жерлерінен осылай басып шығамыз. Және де кесіп, аударып, бір-екі сілкіп жібереміз. Дайын болған баклаваларымызды листке орналастырамыз. Үстінен жаңағы еріген сары майымызды құятын боламыз. Міндетті түрде сары май пайдаланғандарыңыз дұрыс. Мен маргарин пайдаландым. Маргаринде де өте әдемі шықты. Және де 200 градуста қызарып піскенге дейін пісіріп аламыз. Және де үстінен сиропын құямыз. Мінекей біздің баклаваларымыз дайын. Сироптың үстінде 24 сағатқа қалдырамыз. Яғни 1 сутка сироптың ішінде тұруы қажет. Баклавалар өте әдемі әрі дәмді, жасап көріңіз.